Сәлем қыздар, бүгін сіздермен жұп-жұмсақ, дәмі түн үйіретін бауырсақтардың рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті заттар: жылы сүт, су, тұз, жұмыртқа, шекер және сары майымызды қосып араластырамыз. Оның үстінен ашытқымызды қосып, ұнымызды аз-аздан салып отырамыз. Барлығын бірге салмаймыз. Қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Az-аздан саламыз. Қамырымыз өте жұмсақ болады. Қолға жабысқыш. Сұйық майдың көмегімен біріктіріп аламыз. Дайын болған қамырымызды 1 сағатқа ашытуға қоямыз. Қамырымыз дайын, енді жұмыс жасай беруімізге болады. Ұнымызды сеуіп, қамырымызды оқтаудың көмегімен жаямыз. Менде арнайы форма болмағандықтан, осы баночканың көмегімен формаға келтіріп алдым. Майымызды қыздырып, бауырсақтарымызды саламыз. Бауырсақтарды орта отта пісіреміз. Майымыз қатты қызып кетпеу керек, бауырсақтарымыздың арасы піспей қалуы мүмкін.